Саламатсыз ба, алаяқтар мен үстіме несие алған болатын. Полицияға шағымдансам, полиция арызымды қабылдамай жатыр. Енді просрочка шықтым, төлемді жасалмай жатырмын. Карточкалар блокқа түсті. Несиені қалай кешіруге болады? Алдымен полиция қызметкерлерінің үстіне арыз жазасыз, облыстық департамент полициясына және де жергілікті прокуратура органдарына жазасыз. Яғни ол жерде көрсетесіз, мен арызымды қабылдамай жатыр деп. Одан кейін полиция міндетті түрде арызды қабылдайды. Алаяқтық бабымен қылмыстық іс қозғалу керек. Қылмыстық іс қозғалғаннан кейін тергеушіден сіз жәбірленуші ретінде таныған және де қылмыстық іс қозғалған туралы ұйғарымды талап етесіз. Ол құжатты банкке жолдайсыз. Банкке жолдаған кезде осындай өтінішті жазасыз. Алаяқтық бабымен қылмыстық іс қозғалған себебінен менен несиенің төлеуге талап ету уақытша алаяққа қатысты соттың үкімі шыққанша тоқтатуға рұқсат етіңіз деп өтінішті жазасыз. Осымен қоса қаржы нарықты бақылау және дамыту агентствоға өтініш жазасыз. Ол өтініште сіз сұрайсыз, мына істі қолға алыңыз және де банктар менен талап ету процесін уақытша тоқтатуға сұранамын деп. Әрине бұл алаяқтар табылмайды, бірақ ол сізге керек емес. Сіз 5 жыл төлемей уақытты күтесіз. Одан кейін 5 жыл өткеннен кейін сіз қайтып банкке жүгінесіз өтінішпен. Ол өтініште сіз сұрайсыз, мына 5 жыл қарыз талап ету мерзімі шықты, сондықтан несиені кешіруге сізден өтінемін.